Шавкат Ниязович Абдулла Рызбеков атындағы нөмір 153 мектеп гимназиясында 40 жылға жуық еңбек етіп келе жатсыз. Өткен жылы біз білеміз, аталған мектеп, осы мектеп 60 жылдық құрылған тойлады мерейтойын. Осы жерде менде бір сұрақ туындайды. 40 жылдық еңбек өтіліңіз бар, да? Мектептің құрылғаны 60 жыл. Осы жерде мұғалім мен директордың арасындағы айырмашылықты қай кезде сезіндіңіз? Мұғалім болған қандай екен, директор болған қандай екен, және де болашақта мұғалім мен директордың функциялары өсе ме, әлде алмаса ма, әлде өзгеруі мүмкін бе? Сәлеметсіз ба? Өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Да, мектебіміз 60 жылдық мерейтойын тойладық. Мерейтой жоспар бойынша өте жақсы өтті. Біз мерейтойға 60 жылдыққа арнап мектепте ғылыми конференцияларды, кездесулерді өткіздік. Сонымен бірге бізде галерея ашылды 60 жылдыққа. И мұғалімдермен өткен біз бір жоспарланған жұмыстарымыздың барлығını жоспар бойынша өткіздік, жақсы өткіздік деп ойлаймын. Енді мұғалім мен директорның арлығы, әлбетте, ол өзінің функционалды жауапкершілігі бар ғой. Мұғалім ол сабақ беру керек, сапалық сабақ беру керек. Сапалық сабақпен бірге балаларын тәрбиелеу керек. Бүгінгі күнде өзіңіз білесіз, 19 жылы қабылданған статус педагога деген заң шықты. Сол заңның шыққандан кейін мұғалімдердің мәртебесі бұрынғы қарағанда жоғары өсті. Бүгінгі күнде мұғалімдер өзінің функционалға жатпайдығын жұмыстарын жасамайды. Только өзінің сол несі бойынша балаға тәрбие, білім беру жұмыстарына өзінің немесі бойынша орындайды. Одан сырт жұмысқа олардың пайдалануы баяғыдай ол бүгінгі күнде қанунмен міндет емес. Қанунға сай келмейді. Директорның айтатын болсақ, мектеп директорының жұмысы әлбетте ол барлық сол мектептің жұмыс жүруінің өзінің барлық нелері бар. Мысалға айтатын болсақ, оқу жоспары бойынша мектептің мұғалімдері, мектептің оқушылары барлық жағдай жасау керек. Жағдайын үкімет жасап жатыр, бірақ соны регулировать етіп, соны орнына қойып, соны қадағалап, соның балдарға жағдай жасаудың жолын іздейтін ол мектеп директоры бүгінгі күнде. Ол директор бүгінгі күнде и педагог, и хозяйственник дейміз. Сонымен бірге ол былай айтқанда экономист. И былай айтқанда барлық көп салалы болу керек та, директор, мектеп директоры көп салалы болу керек. Сонымен бірге ол директор ата-аналармен жұмыс істеу керек. Мұғалімдермен жұмыс істеу керек, оқушылармен істеу керек. Мектептің дамуына қарау керек. Балаларының тәрбиесіне, балаларының білім алуына барлық нені қадағалайды ол мектеп директоры болу керек. Әлбетте, оның командасы бар, бүгінгі завуштар бар, завуштармен, психологтармен. Бүгінгі күнде Құдайға шүкір, мектептерімізде психологтар, мектеп завуштары барлығы штат бойынша жақсы орналастырылған. Сонымен бірге бүгінгі күнде мектеп директорларға баяға қарағанда жұмыс істеу кішкене жеңіл. Жеңіл деген қалай дегенде, финанс жақтан ақша бөлінеді. Сол ақшадан қиналмай, уақытыда зарплатын беру мүмкіншілік бар. Уақытыда мектептің материал-техникалық базасын түзету мүмкіншілігі бар. Не дейміз ғана, подушевое финансирование деп. Сол бойынша мектептерге жақсы ақша бөлініп жатыр. Оған біздің үкіметке, министрлікке көп рахмет. Баяғыда мен 93 жылдан, 94 жылдан директор болып істеп жатырмын. Сол кездері 6 айлап зарплата болмаған.
Ол кезде мектепке бор алу үшін ақшаның қайдан табуын білмейтінбіз сол кезде. Былай айтқанда мен бір мысал келтірген. Мектепке бор, тряпка алу үшін біз мектепте түнде нан пісіріп, сол нанды сатқа уақытымызда болған. Базарға шығарып, бірақ оны өзіміз шығармаған. Біз бір предпринимательмен келістік. Бір мұғалім бар еді, сол мұғалім өзі нан әкесі навайшы еді да, нан пісіретін. Сол нандарды келісіп, давай сізге 1 теңге қалсын, 1 рубль. Сол кезде теңге. Сізге 1 теңге, мектепке 1 теңге, ана предприниматель 1 теңге. Сонда ол кезде нанда магазиндар нанда аз болған ғой, тапшы болған. Сол үшін сол нандарын сатып, сол кезде бор, мектепке керек тряпка, бірнегені алға вақтарымыз болған. Қиналып, сол кездерде мектептің фондын аштық. Родительский фонд дейміз, ата-аналардың фонды. Фонд арқылы, бизнесмендер арқылы мектептерге сол кезде көмектескен. Қазір құдайға шүкір бюджетіміз жақсы. Үкімет барлық жағдайын жасап беріп жатыр. Только балаларын оқытып, жақсы білім бер, жақсы тәрбие бер. Сол үшін бүгін жеңіл жақтар да бар, қиын жақтар бар. Қиын жақтар не дегенде, неден қиналамыз бүгінгі күнде. Мысалға, балаларының уже былай айтқанда психологиясы өзгерді. Балаларының, оқушыларының бүгінгі күнде поколение альфа дейміз ғой. Поколение альфа басқа мектепке бұрынғыдай емес, басқа балалар келіп жатыр. Олар дамыған, барлығын білет, компьютерін білет, барлық сала бойынша дамыған балдар келіп жатқаннан кейін, соларға жағдай жасап, сол методикасын өзгертіп, соларға берген біліміміз біздің жоғары дәрежеде болу керек. Ол үшін біз жақсы кадрларды таңдауымыз керек. Кадр таңдауда бүгінгі күнде жақсы мүмкіншіліктер бар. Конкурс жариялап, сол мұғалімдерін біз алып, соларны үйретіп, соларға жағдай жасауымыз керек. Ал болашақта мұғалім мен директордың функциясы өзгеруі мүмкін бе? Альфа ұрпақтар келіп жатыр, олардың мышлениясы бөлек деген секілді. Бірақ мұғалімдер қазіргі таңда көп әлеуметтік желілерде өзінің сабақтарын түсірумен айналысып кеткен секілді. Тек әлеуметтік желі үшін арналған мұғалімдер бар қазір. Сосын ол мұғалімдерді оқытатын мұғалімдер пайда болды қазір әлеуметтік желіде. Потом та үшінші мұғалімдер бар, олар тек қана өзінің сабағын ғана береді, тек бала үшін ғана жұмыс жасайтын мұғалімдер бар. Сондай мұғалімдердің арасынан білікті мұғалімдерді қалай анықтауға болады? Мысалы, директор ретінде. Бүгінгі күнде дұрыс айтасыз, мұғалімдерді қазір түрлі болып кетті ғой. Бірақ та олардың міндеті лайық, талаптарға лайық, заманға лайық. Сол балдармен, мысалға айтайын, бүгінгі күнде математика өтуінің қажеті жоқ. Ол математика арқылы балдарға білім беру керек. Математика емес, математика арқылы білім беру керек. Бүгінгі күнде талап солай болып жатыр, балдарға география сабағын беруінің қажеті жоқ. Ол география арқылы балдарға сабақ беру керек. Сонда мұғалімнің деңгейі көтеріледі, балдарының алдында. Балдарымыз бүгінгі күнде керек мағлұматын алып, соны өзінің тұрмысында, hayatта пайдалануға мүмкіншілік болады. Жапоняш, сіз жаңа айтқаныңыздай, алыс жақын мемлекеттерде семинарларда, конференцияларда қатысып жүресіз, выступление жасайсыз, немесе олардан аласыз деген секілді. Дәл осы KCS.kz идеясы сізге қалай келді? Негізінен Анварға идеяны берген сіз деп естідік. Сол идеяны қай жақтан алдыңыз және де қалай келді сізге? Сол компания келген кезде мен бұл нені қайдан көрдім дегенде, біз бір үлкен бір музейға барған. Сол қарасам, сол музейда электронды таблолар тұр. Соның ішінде барлық ақпарат соның ішінде бар екен. Жақсы екен деп кетіп қалдым. Потом аналар келген кезде мен солай вопрос қойдым да, суал қойдым. Мынау біз бұрынғыдай қазір цифровизация деп жатырмыз. Жаңа этап қойып жатырмыз. Қазір мынау
ии деп жатырмыз, искусственный интеллект деп жатырмыз. Сол кезде неге біз осыға дейін ана жерде қағазбен асып ана печать қойып расписание ілетін. Ол уже былай айтқанда кешегі күн ол. Ол біріншіден қағаз расход. Мынау табло болса электронный, соның ішінде расписание болса, соның ішінде мұғалімдер туралы ақпарат болса, мектеп туралы ақпарат болса деп өзімнің идеямды айттым сол кезде. Сол кезде олар ладно, подумаем, ойлап көреміз деп ана кетіп қалды. Потом содан кейін біз все-таки ана біздің инженерлар, біздің нелер специалисттар сіздер үшін расписание уже біз ойлап шықтық деп анау айтты. Сол кезде презентовать етті. Қазірдің өзінде міне біздің кесте істеп жатыр, бірақ кесте күннен күнге жаңа функциялар кіріп жатыр. Міне бүгінгі күнде мына жерде мұғалімдер туралы ақпарат бар, мына жерде анау қосымша кружоктар туралы, мектеп туралы ақпарат. Мұғалімдерге келетін болсақ, пожалуйста, мына жерде любой оқушы қайсы мұғалім туралы қалай ақпарат керек болса, мына мұғалімнен ақпаратын ала алады. Міне көрдіңіз ба? Не алайық, міне 8 класс қай жерде қазір? 8 классның Б-сі мына жерде қазір бүгінгі күнде қазір физика сабағы болып жатқан екен. Оны ешқандай іздемейсің, мына жерден тез табып аласыз. Қазіргі таңда біз бұрындары только мұғалімнің расписаниясын ғана көрсек, қазір кабинеттің де расписаниясы. Да, кабинеттің расписаниясы да бар мына жерде, көрдіңіз ба? Азаннан кешке дейін. Барлық расписание. Барлық мүмкіншілік бар да мына жерде. Қазір мысалға айтайық, былай айтайық, 10-шы классын көрейік деп. 10-шы А классы қай сабақ екен деп қылсақ, мысалы ұйғыр тілі болып жатыр, қай кабинетте қай мұғалім істеп жатқанын біледі. Мына мұғалім не мұғалім екен дегенде өзінің сұраш шығады мына жерде. Қай мұғалім екен мына жерде. Көрдіңіз, не деген дамыған. Былай айтқанда бұл бүгінгі күннің талабы осы. Балалар үйреніп қалды. Балалар келеді де, сразу мұғалімдер мына жерде сабақты көре береді. Қай жерде не керек екенін білуге болады мына жерде. Көрдіңіз ба? Қазір буллингке қарсы оқушылар айта алмайтын болса, анонимді түрде Telegram ботқа жаза алады. Сіздерде администратор Гүлнез апай сол кісіге барады и сообщениені сортировка жасайды да. И мысалы буллинг туралы сообщение болатын болса, бірден директорға, бірден инспекторға, бірден тәрбие завучтарына деген секілді сол сообщение бірден барады. И бұл жерде ата-аналар жалоба жасай алады деген секілді, немесе приложениесін жасай алады. Бізге түседі. Иә, сіздерге түседі сообщение. Потом Android телефондарға, кімде Android телефондар бар, соларға приложение ішіне кіріп, регистрация жасап, осы ақпаратты сол бір приложениеден көреді. Қазір бізде осы жылдың соңына дейін App Store'да болады iPhone телефондарға. Қазір бізде тек Android телефондарға Play Market'тен уже скачать ете берсе болады. Негізінен өте жақсы деп ойлаймын. Мысалы, мектеп мақтаныштар қазір бәйде стендте тұрғанша уже цифрлық тұрғыда оқушылардың қандай жетістікке жеткенін, жетекшісі кім екенін барлық көрініп тұр. Көрдіңіз ба? Пәндік олимпиадалар менен, пожалуйста. Мына жерде не мынау? Мысалы, мектеп туралы ашып қарайтын, общий жалпы информациясы. Қанша оқушы бар, не бар, жалпы қанша оқушы бар, 4-ші сыныпта қанша оқушы бар, умумы қанша балалар бар, қанша бала оқиды бізде, қанша сынып бар. Барлық мына жерде ақпараттың барлығы бар. Ұлдары қанша, қыздары қанша, барлығын көруге болады да. Мен сіз туралы ақпарат іздедім сұхбатқа дайындалу барысында. Сіз докторантураны бітіргенсіз, шығыстану тарихшысы да. Соның ішінде шығыстанушы ретінде. Қазіргі таңда бізде популяризация көбінесе на естественно-математический направление. Жаратылыстану пәндеріне, айтишник болуға, басқа инженер, тағы басқа дегенде популяризация көп. Қазіргі 11-ші сынып бітіріп жатырған оқушылар гуманитарлық бағытқа бара ма, мысалы, шығыстану факультетіне, немесе соның ішінде, мысалы, айтатын болсақ, тарих саласына, немесе филология саласына баратын оқушылар бар ма, мысалы, қалай қазіргі таңда көбінесе популяризация жаңағы жаратылыстану математикалық бағытқа кетіп қалды, сол оқушыларда, сол кішкентай оқушы болса да, 1-2 оқушы болса да, соны қоғамдық гуманитарлық бағытқа қалай тарта аласыздар? Мысалы, сізге келе ма 11-ші сынып оқып жатқан оқушылар, мысалы, мен шығыстану факультетіне барғым келеді, немесе тарихқа қызығам, или болмаса филологияға қызығам, соның ішінде қазақ тілі немесе ұйғыр тілі мен әдебиетіне қызығам деген. Сол мамандықтарды алам деген. Сіз дұрыс айтасыз. Қазір мынау айтып тұрмын ғой, тренд STEM болғаннан кейін бүкіл оқушылар да, олардың ата-аналары да, қоғамда соған басымдық жасайды да. Ал гуманитарлық пәндерінің да рөлі түскендігін оны қоғамдан көруге болады.
рөліне түсіп бара жатқанын кішкене оқушылардың жаңағы мамандық таңдауынан көруге болады. Демесе де, бірақ бізде бар. 10-шы сыныпта бір гуманитарлық сыныбымыз бар, и 11-шы сыныбымызда бір гуманитарлық сыныбымыз бар. Олардікі таңдаған пәндері ағылшын тілі, тарих, адам және қоғам, қазақ тілінде де таңдағандар бар мамандық, қазақ тілі мұғалімі боламын деп. Қазақ тілін таңдап отырған нелер бар, оқушылар бар. Бірақ, олардың қызығушылығы да, енді олардан басқа оқушыларымыз бар ғой. Олардың да мамандығы таңдағаннан кейін, о жерде олардың гуманитарлық пәндерге қызығушылығы жоғары. Енді әрбір неде 10-шы сыныптарда да, 11-шы сыныптарда 2-3 сыныптан осы жаратылыстану пәндерін таңдап отырған оқушылар басым көп. Бірақ біз оқушыларға бір нәрсені түсіндіреміз. Аналитикасыз мамандықты жаңа таңдап, оны дамыту, сол неде салада көріну, бір карьера жасау, аналитикалық қорытынды тұжырымдама жасауды үйренмей, ол мүмкін емес деп. Сол кезде сонда анау гуманитарлық пәндер мен жаратылыстану пәндер бәрібір қиылысады. Енді сіз как ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасар ретінде мұғалімдерге әдістемелік көмек бересіз, одан бөлек. Осы жерде бір сұрақ туындайды. Қазіргі таңда білім беруде мынандай формат, мысалы, навыкты, дағдыны қалыптастыруға 4К, мысалы, коммуникация, коллаборация, критикалық ойлау, креативті ойлау деген секілді. Осы орайда осындай заманауи технологиялар, методтар бар екенін сөзсіз. Енді бір методтың бір шектеу шегі болады. Мысалы, пороговый несі болады. Кейбір шектен шығып кетсе, мысалы, методты қолданған кезде, ол басқаша қолданылуы мүмкін. Қаншалықты дәрежеде осындай методтарды қолдану мұғалімдерге қатты көмектеседі? Мысалы, біз заман дейміз да, как мұғалімдерді сондай көбірек, мысалы, мұғалім қазір өмір бақи оқитынына көз жетті. Мұғалім де, оқушы да. Енді осы тұрғыда, мысалы, қазір бір технологияны дәл уақытысында игермесең, уже кеш болатынын түсініп жатырмыз. Енді осы жерде сұрақ, қандай басқа да осы 4К-ға байланысты басқа қандай методтар қолданып жатырсыздар? Мысалы, мен білдім, біз Шавкат Нияшевпен сөйлескен кезде, көп тілді форматтағы оқыту тілі форматындағы мектептер Кирилл сондай методтарды қолданады деді, айтты. Және де тағы басқа қандай, мысалы, сіздерді мен білем, что халықаралық IB-ға бағдарламасына кіріп жатырмыз. Кіруге дайындалып жатсақ, осы халықаралық стандарт бойынша жүргізуге тағы қандай басқа методтар қолданып жатсыздар? Енді мынау 4К деген ол ненікі, орталық идеясы IB-нікі. Жаңағы сыни ойлауды дамыту, коммуникацияны дамыту, одан басқа шығармашылық және креативтілікті дамыту, ол центральная идея дейік. Енді сол идеяны жүзеге асыру үшін бүгінгі таңда біз басымдылықты flip classroom деген технологияға беріп жатырмыз. Төңкерілген сынып деген мағынаны білдіреді. Төңкерілген сыныптыңқы негізгі басымдылығы неде, идея неде, мақсаты неде? Ол теорияны үйде біліп келіп, ол теорияны сабақта тек практикада пайдалану. Бізде сол басымдылық жасап жатыр. Жаңағы Клилді айттық. Тағы да сіздерге жаңа айттым, барлық кабинеттердегі интерактивтік тақталарды біз видео, жаңағы контекстік нелерді, әдістерді тиімді пайдалану үшін VR, AR деген методтар білесіздер ғой. Сол VR мен AR-ға тағы да басымдылық жасап жатырмыз. Енді сіздердің мектептеріңіз республика бойынша кең танымал мектеп десек те болады. Мысалы, соның ішінде мен айтар едім, көп тілді оқыту жүзеге асырылған мектептер. Мысалы, осыдан 5-6 жыл бұрын министрлік 1-ші класстан бастап 3 тілде оқытамыз деген проекттер болды, бірақ ол проект жүзеге асқан жоқ.
не екенін білмеймін. Біз осы сұрақты директорға де қойдық. Сонда біз сіздер мектептеріңізде не байқадық? Жүйелілік және пәнаралық байланыс. Кейбір мектептерде 3 тіл жүргізе алмай жатады. Кейбір мектептер бар, мысалы сіздердің мектептеріңіз секілді, 4 тілде де білім беруді қатар алып жүрген. Осы орайда сұрақ, бұл қандай жүйелілік және қандай методтың әсерімен туындаған осындай нәтиже? Енді сіз дұрыс айтасыз, мемлекет айтқаннан кейін бұл жүзеге асырылмай қалды деп отырсыз. Біз бұл бағдарламаны Европадан алдық. И ОБСЕ, Европа қауіпсіздік ұйымы, бізге бұл бағдарламаны ендіруге көмектесті. Сонда олар біздікі тек қана методтарды, әдістерді үйретуден басқа біздің ішкі дүниемізді өзгертті. Соған жауапкершілік, соған алаңдаушылық, соған какой-то бір жұмыста бастадың ма, соған беріліп жұмыс істеу деген сияқты басқа бір ішкі дүниемізді өзгертуге де бізге көмектесті. Енді жаңағы біздікі осы көптілділікті алуымыздың бірінші мақсаты, шығып бара жатқан біздің мектептен түлектерді әлеуметтендіру. Олар толыққанды әлеуметтену үшін бірінші қазақ тілі керек. Екіншіден, жаңағы әдебиетті көп пайдалану үшін орыс тілі керек. Біз бірінші күндері соған басымдық жасадық. Одан кейін уже көп тілділіктің не екенін, билингвизмді 45 минутта қандай жолдармен пайдалануыны үйренгеннен кейін біз ағылшын тіліне өттік. Жүйелілік болмаса, ол тілді үйрену мүмкін емес. И жаңалықтарға ашық болу керек. Бізде қандай да бір жаңалық болса, директор сол жаңалыққа дайын. Біз жасауымыз керек. Ол жүйелі түрде жаңалықпен жұмыс істеп жатқан мұғалім әр нәрсеге икемді болады. Мысалы, клирді үйреніп алды ма, оған STEM үйрену не емес. Қиындыққа соқпайды. Тағы бір не шықса, мысалы, IB-ға өтіп жатырмыз. IB-ға біз морально уже дайын болдық. Себебі ОБСЕ бізге европалық бағдарламаны ендірді. Оның ішінде, естественно, IB бар. Онда алып кетуге мұғалімдер уже дайын. Ал 4 тілділік сол бір жүйелі жұмыстың нәтижесі деп ойлаймын. Қалайсыз, жақсы ма? Sınıfımızda genel notları 5. B sınıfına teklif koyunuz. Шакатняш, біз жаңа актив залда болдық. Мектептің өте керемет, толыққан жабдықталған лад экрандары бар, дыбыс оборудованиялары бар. Сіз енді осы уақытқа дейін, осы толыққанды актив залды жабдықтау үшін көп уақытыңыз кетті, көп нервіңіз кетті десек те болады. Ал көп мектеп директорлары бірден осындай масштабты актив залды қалайтыны барлығымызға анық. Бірақ сіз өзіңіздің кейсіңізде қанша жыл уақытыңыз кетті осындай үлкен масштабты? Оның ішінде дизайн бар, оның ішінде барлық толыққанды жабдықтау бар да. Осы актив залды жабдықтау бойынша айта аласыз ба, қандай қиындықтар болды? Орыста жақсы мақал бар. Москва не сразу строилась деп. Астана тоже не сразу строилась.
Сол үшін өзінің этаптары болу керек. Ага. Сол этаптарға бөліп, бүгінгі күнде актуальный не керек? Мгм. Ең мұхим автовокзал солсыз болмайды деген кезде біз мысалға LED панелін қойдық. Мгм. LED панелін қойдық бірінші жылы. Сол жылы біз сразу нені музыканы қойдық. Ана акустика дейміз ғой, акустикасын қойдық. Сонымен болды қылдық. Екінші жылы біз ол жерге орындықтан алдық. Мгм. Орындықтан алдық. Үшінші жылы біз ол жерге тағы қосымша нені оборудованиені былай айтқанда звукты үлкейттік. Мгм. Ол сол кезге жетеді. Қалған ақшаларды мектеп класстары өзіңіз көрдіңіз. Біз анау интерактивті панельдерді, ноутбугі бар, компьютері бар, басқа жерлерге де керекті. Спорты бар, анау бар, мынау бар. Былай айтқанда 5 балаға, үйде 5 бала болса, 5 баланың барлығын киіндіру керек. Мектепте сол сияқты. Мына жерде 5 бала емес, 1500 бала бар. Сол 1500 балаға бірдей жағдай жасауымыз керек. Конференц зал бар дейміз, ана жерде библиотека бар дейміз. Содан кейін биыл біздің 60 жылдықта біздің бір нелер келіп, өзіміздің мектеп түлектері, ағай, біз мектепке кішкене не қылсақ, көмек жасасақ, автовокзалды біз дизайн жасап берсек деп келді. Бұл автовокзал ремонтын өткен ғой, может быть, керек емес. Жоқ, біз жасап берсек біздің планымыз бар еді. Жақсы, жасасаңдар жасаңдар деп. Мен ол жерде ақша ұстағаным жоқ. Сол мектептің түлектері мектепке подарок ретінде 24 миллионға сол жерде өзіңіз көрдіңіз, дизайн жасап, люстрларын іліп, есіктерді барлығын жасап берді. Сол кезде уже ол жерге светомузыка керек болды. Светомузыканы біз уже последний штрих қып, светомузыканы біздің бір Дигис деген компаниямыз бар. Сол Дигис деген компания бізге мектепке мен 60 жылдыққа сізге подарок жасайық деп, сол подарок жасап берді. Соның өзінде қазір бүгінгі күнде бізде автовокзал былай айтқанда толыққанды бүтті деп ойлаймыз. Бірақ та уақыт келгенше тағы ол жерде бірнеге сұрануы мүмкін. Былай айтқанда анау сіз жақсы көйлек алдыңыз, жақсы костюм бүрек алдыңыз, содан кейін біз галстук алғыңыз келіп қалады ғой. Может, ол жерге де бірдеңе керек болып қалар. Бірақ бүгінгі күні оны білмеймін не керек. Бірақ ертең болатын болса, біз уже былай айтқанда 80-90% жасап болған болсақ, 10%-ға ол ақша табылады. Сол үшін былай айтқанда этап-этаппен даму керек. Сол кезде бірден былай барлығын жасау мүмкін емес. ұбт-ға дайындаласың? Иә. Есімің кім бар? Илшат. Сен несің? Карим. Алгебрадан да? Иә. Болды. Интеграл да? Сендерін шығарып отқандар? Иә, интеграл. Трапеция бойынша интеграл ма? Қалай болады? Жоқ, ауданында бұл. Негізі сабақ оқу қиын ба? Қазір? Түсінген адамға жоқ. Қиын емес. ChatGPT қолданасыңдар ма? Кейде болады. Кейде болады. Арасында қолданамыз. ТЖБ, БЖБ-ға қолданасыңдар? Жоқ. Ол кезде сотканы алып тастай ма? Негізі Негізі өзі онша толық 100% дұрыс шығара алмайды ғой. Сол үшін көп қолданбаймыз. басқа Gemini, Copilot деген сияқты бойынша. Негізі қолданатын адамдар бар ма? Бар, иә. Көп па? Классы. Негізі қалай ойлайсыңдар, что уже жасанды интеллект келе жатыр? Мұғалімдер керек па мектепке? Иә, әрине керек. Егер жауабын ChatGPT беретін болса, мұғалім не үшін керек мектепке? Енді ол бәрібір адам қалай айтсам болады. Адамды жақсы түсінеді десең. Техника адамды. Мен қазіргі таңда сабақ оқыған өзім практикам бойынша айтайын. Мен ChatGPT-дан сабақ оқысам, яғни бір есепті шығарып берсе, мен оны оқып түсіне алмаймын. Маған оны мұғалімім келіп түсіндіріп, бұлай болады, мына жерден шықты деп түсіндіргеннен кейін барып түсіне бастайды. Сол үшін жасанды интеллект бұл толықты болашақты, жақсы болашақ деп айта алмаймын негізі. Мұғалімдердің орнын ешқашан баса алмайды. Сәлеметсіз Гүлзелия Сұлтанмұратовна. Сәлеметсіз бе? Бұрындары мұғалімдер сабаққа дайындалатын кезде сабақтың оқыту сипаты, дамытушылық, тәрбиелік, білімдік мақсаты жүргізілетін. Қазіргі таңда барлығымыз айтамыз, мектеп ол білім беретін жер деп. Бірақ кейбір адамдар бар, что мектеп тәрбие беретін жер емес деп айтады. Қаншалықты сабақ кезінде қандай методикамен
біліммен қатар тәрбиені де енгізу керек. Қанша минутқа тәрбие керек? Сәлеметсіз бе? Енді білім мен тәрбиені бөлек алып қарауға болмайды. Мысалы, әрбір пән ол мұғалім сабаққа дайындалған кезде тек қана балаға білім беріп қана қою емес, сонымен қатар ол білімді өмірінде пайдалану, оны пайдалану үшін кәдімгі өмірге дайындау, ол тәрбиемен тығыз байланысты. Мысалы, қазір біртұтас тәрбие туралы білесіз. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша тек қана сынып жетекшісі емес, әрбір мұғалім өзінің пәні негізінде баланы өмірге дайындау керек. Өзінің пәні негізінде тәрбиелік мақсатқа жету үшін барлық тапсырмалар олардың тәрбиеге негізделу керек. Сонда енді білім мен тәрбиені ол бөлек алып қарау, ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Себебі мұғалім біліммен бірге ол білімді дұрыс жаққа пайдалану үшін тәрбиеде беру керек. Мысалы, бір кішкентай кезімде бір химик деген кино көргенмін мен. Химик деген кинода жақсы оқитын оқушы бүкіл химиялық реакцияны біледі. Ал оны ол өмірге ол бала біледі, бірақ өмірде оны жақсы жаққа пайдаланса да болады, не болмаса жаман жаққа пайдаланса. Ал ол бала именно жаман жаққа пайдаланады. Әртүрлі атылатын заттарды жасайды. Сол сияқты біз білім берген кезде баланы әрбір білімді өміріне пайдалы жаққа, мемлекетіміз үшін болсын, отан үшін, отбасы үшін болсын, өз үшін болсын, пайдалы жаққа пайдалануды үйретуіміз керек. Дәл осы біртұтас тәрбие соған негізделген, барлық проекттер соның негізінде жүргізіледі. Енді біздің мектепте де мұғалімдер сол бойынша жұмыс атқарып жатыр. Әрбір пән мұғалімі. Түсінікті. Мысалы, көбімізде, мысалы, тәрбие завучы десе, қатал, строгий, талапшыл адам елестейді. Мысалы, мен де мектепте оқыған кезде тәрбие завучы сондай болды. Енді осыған ұқсас бір сұрақ осы жерде туындайтын. Осы тәрбие завучынан кейін сіз мұғалім де болдыңыз, сынып жетекші де болдыңыз да. Енді тәрбие завучы ретінде осы жерде енді көп опытыңыз бар ғой. Қандай дисциплина бойынша дайындалу керек тәрбие несі бойынша? Мысалы, білеміз, біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша көптеген жақсы құндылықтар енгізуге болады. Сол құндылықтарда, мысалы, бастапқы осы жылда сіздер қандай құндылықтарды енгізіп жатсыздар? Мысалы, тәрбие завучы десе, тәрбие істері директордың орынбасары десе, қатал апайлар бәріміздің көз алдымызға келеді. Олармен, мысалы, біз көп кездерде мұғалімдерге де айтамыз, біз әдістемелік солай көмек береміз. Оқушылармен келісу керек дейді. Олармен көп сөйлесу керек. Мысалы, біздің мектепте де болады, тәртіпті бұзатын оқушылар. Оларды бірінші айғайлап шықсаңыз, оларда да сізге қарсылық пайда болады. Ал ол кезде біз, мысалы, мен өзім оқушылармен сөйлесіп, олар не үшін сол агрессияны білдіріп жатыр, не үшін сондай тәртіп бұзып жатыр, оны анықтауға тырысамыз да. Кейде отбасынан шығады оның мағынасы. Мысалы, отбасында бір жағдай болып қалуы мүмкін, не болмаса бір достарының арасында. Енді бала ол агрессияны, қарсылықты бекер білдірмейді ғой. Сол үшін көп уақыттарда баламен қазір енді ондай ұрсы, бұрын мысалы біз оқыған кездерде балаларды айғайлайтын, балаларға қол көтеріп қоятын кездерде болған ғой, сізде, менде оқыған кездерде. Қазір ондай жоқ. Себебі оны бала қабылдамайды. Балаға біз қазір дос боламыз, олармен сөйлесеміз, оның ата-анасымен сөйлесеміз, онымен пікір таласып түсеміз. Сол себебін анықтап, сол себептің негізінде ары қарай жұмыс жүргізуге тырысамыз. Мысалы, бізде мектепте психологтар бұл бойынша көп жұмыс істейді. Себебі бізге айтпаған нәрсені психологтарға айтады, сынып жетекшісіне айтады. Сынып жетекшісіне хабар береміз, міне бұл оқушы былай болды дегеннен кейін ол сөйлеседі. Себебін анықтауға тырысамыз да. Сонымен қатар, мысалы, кәмелеттік жасқа толмаған балалар ол жасаған тәртіпсіздігін бір келешекте ол қандай да бір нәтижеге алып келетін, үлкен зиянға алып келетін білмейді ғой. Соның жолдарын түсінемін. Мысалы, әрқандай анандай учеттар болатынын, соларды айтамыз. Олардың өміріне қалай зиян келтіреді, ертең оқуға барғанда ол қалай минус алып келеді, бәрін былай айтқанда алдын алу жұмыстары көбірек жүргізуге тырысамыз. Бірақ бәрібір баланың тәрбиесі көп уақытта отбасынан басталады. Енді бұл біртұтас тәрбие бойынша да отбасылық құндылықтарды
егер дамыту негізгі орындарының бірінде тұр. Көптеген проекттер бар, күшті проекттер. Бір тұтас тәрбие бойынша ең маған ұнайтын жақсы жері әрбір пән тәрбие жұмысын жүргізу керек та. Сыныптан ол тек қана сабақта емес, сабақтан сырт жұмыстар жүргізу керек. Ол жерде ғылымға болған қызығу, әртүрлі баланың қабілетін дамытуға арналған. Ал дәл осы құндылықтардың ішінде, мысалы, бүгінгі күнде біз оқушылардың арасында жауапкершілікті тәрбиелеуіміз керек. Бала өзінің жасаған жұмысына жауапкер болу керек. Білімге де, тәрбиеге де жауапкершілік болған кезде қалған барлық нәрсе болады. Мысалы, ол не үшін мен білім алып жатырмын, не үшін мен научный проект, ғылыми жұмыспен жұмыс жасап жатырмын, не үшін мынау бір жаңалықты ашып жатырмын дегенде, не болмаса тәртіп бұзып жатырмын дегенде жауапкершілікті алатын болса, сол жауапкершіліктің негізінде тәрбиені жүргізуге болады деп ойлаймын. Ойлаймын емес, біз солай жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бірақ бір тұтас тәрбиенің біздің мектепте барлық проекттерін жүзеге асырамыз, тырысып жатырмыз асыруға. И ол баланың тәрбиесіне күшті өзінің көмегін тигізеді. Мен осы орайда айтқым келеді да, мектептердегі ең танымал ұстаз это тәрбие завучы. Ол әрқашанда тәрбие завучы, мысалы, директормен бірдей деңгейде, ата-аналар көп танитын тәрбие. Мысалы, оқу іс жөніндегі орынбасарды көп танымауы мүмкін, бірақ тәрбие завучы міндетті түрде таниды. Осы орайда, мысалы, сіздер мынандай осы уақытқа дейін тәрбие завучы болып жұмыс істеп келдіңіз. Мысалы, ең қиын деген бір кейспен бөлісе аласыз ба, что сіздің өміріңізде өзгерткен, мысалы, бір оқушының бағын жандырған шығарсыз, или болмаса бір оқушының сол тәрбие жұмыстарын жүргізу барысында отбасымен танысқан шығарсыз. Сондай бір кейспен бөлісе аласыз ба? Енді бір кейспен, ондай кейстер көп, енді біреуін ғана айтайын. Мысалы, бір оқушы болған біздің мектепте. Бірақ ол оқушының оқуы 2. Мұғалімдер сабақтан 2 шығарамыз деп айтады да, мен арасына түсемін. Сол айтам, 2 қоймаңыздаршы, бұл бала енді мобилограф болып жұмыс, курс оқыған, оқиды, ол компьютерді жақсы біледі, компьютер жұмыс істемей қалса, мен компьютерімді жасайды, ол бала. Бірақ сабақтан 0. Сабаққа кешігіп келетін кездерді бар, оны айтам, кешікпе, давай мен көмектесемін саған деп айтам. Сонымен бірге мен ол мұғалімдерге айтам да, 2 қоймаңдаршы, мен ол балаға мен жауап беремін деп. Ал онымен сөйлесем, айтам, бір күні оған айтам да, давай сен бүкіл мектептің нелерін, жұмыстарын жүргізесің, видео, мобилограф сияқты жұмыстарын жүргізесің, ал мұғалімдерде мен саған жеңілдеу тапсырмаларды алып беремін. Көмектесемін деген сияқты айттым да. Иә деп келісті ол бала. И сол жылы біздің мектепте енді социальный әлеуметтік сайттар бар ғой. Бүкіл видео, бүкіл фото ол бала профессионально түсіріп берді. Бізге де пайда болды. Ал ол бала кейін мектепті бітіргеннен кейін сол сала бойынша бүгін күнде кездесіп сөйлескен кезде айтады, 15 күндік 2 миллиондық зарплатаға шықтым деп. Енді ол балаға мен де ойлаймын да, белгілі бір көмегім болды деп ойлаймын. Сабақ оқымаса да тәртіпті бұзған кездері болды. Қазір кәдімгі үлкен бір отбасын асырап отырды, сондай ақша тауып. Ол да енді өмірге дайындық деп ойлаймын. Мысалы, кәмелет жасына жетпей, жасөспірім кезде бунтар болады да, көп бала. Ондай балалармен қалай жұмыс жасайсыздар, мысалы? Бунтар дейсіз ғой өзіңіз, ол қарсылық білдіруші бала бекер қарсылық білдірмейді. Оның ішінде бір деңгей бар. Не отбасында ата-анасымен кикілжің болды, не толық емес отбасы, не үйге шешесімен тұрады, не оның социальный бізде әлеуметтік педагог бар. Одан мәлімет аламыз, психологтардан мәлімет аламыз. Бірақ менің өзімнің бір әдісім, ондай баланы кабинетіме алып кіремін, есікті жабамын, диванға отырғызамын, кофені беремін, конфетімді беремін да, отырып 2 сағат, 3 сағат әңгімелесемін өзім. Кейіннен ол балалармен шынын айтқанда бүйтіп мен айтам да, маған сырыңды айт, мен ешкімге айтпаймын деп. Сонда жылап отырып ол сырын айтатын кездер болады да балаларға. Ары қарай ол баламен кәдімгідей күнде көргенде қалайсың, анау қалай болып жатыр деп, оның өзімнің көңілім оған бөліп, жеке балаңыз секілді, өзіңіздің басын бүйтіп қалайсың, жақсы ба, анау жағдай қалай болды деп сұрағаннан кейін, ол бала да маған ашылып, өзін еркін ұстап, егер бірдеңке білдіріп қойса келеді да, мен мынандай білдіріп қойдым, былай айтқанда сеніміне кіріп аламыз да, солай методты пайдаланамыз.
осы орайда сіз басқарып отырған мектеп оқыту тілі көп тілді саясатын ұстанады. Мен мысалы Алматы қаласында ең үздік деген мектептерде болдым. Да, жеке меншік мектептерде болдым, мемлекеттік мектептерде болдым. Ол жақта айтады ағылшын тілінен бөлек неміс, француз, қытай, түрік тілдерін оқытады. Бірақ қараймын да сол мектептердің оқушыларына бітіргеннен кейін ол тілдерді қолдану аясы жоқ та. Но 100% білмейді, мектептен кейін возможно ұмытып қалады. Ал сіздің мектептің оқушыларымен сөйлесіп қарайтын болсақ, 4 тілде ойын ашық түрде жеткізеді. Ұйғыр, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. Кейбіреулер айтуы мүмкін тілдің ұқсастығы, қоғамдағы байланыс, глобализация, және де орыс тілі бар, қазақ тілі бар, ағылшын тілдері бар. Бірақ жүйелік деген мәселе бар да, системность сіздің мектепте. Ол көп мектептерде жоқ. Многоязычное обучение деген неге тәсілге кіріп, сол жылдар үш тілде оқыту деген бағдарламада кіргізілді мектептерге. Кіргізілген кезде пәндерді екі тілде, үш тілде беру туралы. Сол кезде біз уже былай айтқанда 2009 жылы сол тәсілді кіргізіп, ресми түрде министрлік жақтан, не ОБС жақтан сол тәсілдерін үйренуге бастадық. Балдарымыз сабақты Қазақстан тарихы мен математиканы біз екі тілде және ұйғыр қазақ тілінде бердік. Ол жерде терминология үйреттік оларға. Ол крил дейміз, интеграция предмета языка. Крил технологиясы. Сонымен бірге 2010 жылы біз уже былай айтқанда Орта Азия, Монғолия бойынша сол көп тілді білім беру бойынша ресурсный центр болдық. Ол жерге көптеген мектептер да бұйрықпен кірген мектептер болды, бірақ олар жұмыс істемеді ол жерде. Бізге керек, біздің балдарымыз үшін керек, біз балдар осы екі тілді, үш тілді білмесе болмайды, не конкурентоспособный болып қаламыз деп сол мәселелерін көтерген мектептер оны енгізіп жатыр. И ата-аналар сонымен соғылып жатыр. Ата-аналар былай айтқанда бүгінгі күнде өзінің балдарының көп тілді болғанын қалайды. Например, сізде бүгінгі күнде 5-6 тіл білсеңіз, сіздің келешекте жұмыс істеуіңіз үшін, оқуыңыз үшін өте жақсы болады ғой. Сол үшін біз сол кезде сол нені енгіздік. Мен мектептерге айттым қаладан. Мысалға, қазір балдар орыс мектебіне бітіреді. Орыс мектебін бітірген кезде ол жерде қазақ тілі бар. Бірақ қазақ тілін меңгермей шығады. Ауылдарда қазақ мектептері бар, орыс тілі бар, бірақ орыс тілін меңгермей шығады. Формальды түрде. Формальды сабақ бар, бірақ ол тілін білмей шығады. Сол кезде маған бір сұрақ қойды бір үлкен бизнесмен. Шәке дейді, мен балдарым орысша оқыған, қазақ тілін береді, бірақ қазақша білмейді. Сенің балдарың сіз айтқанда қазақша да біледі, орысша да біледі, ұйғырша да біледі. Ол қалай деп сұрап қойған кезде мен сол кезде айтқан. Ол бір қазақ тілі, бір орыс тілі аз. Ол жерде пәндерін кіріктіру керек. Крил методикасын пайдалану керек. Сол кезде балдарда, оқушыларда не диапазон кеңейеді. Пәндерінің терминологиясын үйренеді. Сонда тілге болған қызығу олар көтеріледі деп айтқан едім. Сол күнде бүгінгі күнде сол мәселе әлі өзекте. Формализмді біз кетіп, біз балдарымыздың даму үшін сол стратегиялық жоспар жасауымыз керек. Мектепте балдарымыз үшін не керек? Ата-аналардың анкета алуымыз керек, оқушылардың алуымыз керек, и жағдайын қарауымыз керек. Жасап беретін болсақ, балдар үйренмей қайда барады. Кейбір кезде байқаймын, аралас мектептерде қазақ класстар бар, орыс сыныптар бар. Мұғалімдер қазақ классына келгенде орыс тілінен сабақ берген кезде оқушыға орыс тілінен требование жоқ. 5-ті қоя салады. Орыс классына келген кезде қазақ тілін беретін мұғалім тоже қазақ тілі үшін орыс сыныптарына 5-ті қоя салады. Но білмеуі мүмкін оқушы, сондай проблемалар бар. Мысалы, 5-6 жылы бұрын бізде министрлік енгізгісі келді, 3 тілде сабақ беретін бірінші класстан. Бірақ қандай проблемаларға жолықты деп ойлайсыз? Қандай олар білмеген секілді да, министрлік, что осындай проблемалар болады деген секілді. Ол министрлік оны неге білмеген? Білген. Бірақ та көрдіңіз ба? Оны әлде мектептер қабылдай алмады ма, что? Оны мектеп қабылдай алмады бір, мұғалімдер қабылдамады екі. Неге деген ол қосымша нагрузка.
мұғалімдерға қосымша ол не сабақ берсе болды деп жүрген мұғалімдер де бар ғой. Кей мұғалімдер бар да өзінің пәнін жақсы көретін нағыз мұғалім бар. Мұғалім туылған мұғалімдер бар. Дипломдық мұғалімдер бар, мұғалім туылған адамдар бар. Сол анау дипломдық мұғалімдер бәлкім оған мән бермеген болуы мүмкін. Бірақ та ол әлбетте бүгінгі күнде өте өзекті. Біздің балдарымыз, оқушыларымыз мектепке келгеннен кейін сол пәнден меңгеріп шығу керек. Егер оны меңгермей отқан болса, соның басқа тәсілдерін іздеуіміз керек болды. Да, хорошо, беріп жатырмыз, қазақшаны беріп жатырмыз. Неге балдарымыз қазақша білмейді? Ол деген мемлекеттік тіл. Сол үшін біз ана бір-екі пәнді орыс мектеп болса, орысша, қазақша берейік. Қазақ мектеп болса, кейбір пәндерін қазақша, орысша берейік. Біз ағылшынша беріп отырмыз сабақтарды, физика, химия, биологияларды. Неге бермеуге? Бірақ айтқанда, бірақ бастауышта мүмкіншілік болса, Байтұрсыновта айтқан бастауыш сыныптарды мектеп оқушылары өз ана тілді 100% ана тілді оқыған жақсы. Ана тілін жақсы меңгерген оқушы басқа тілдерді жақсы меңгереді. Өзінің ана тілін жақсы білу керек. Мейлі қазақ мектебі болсын, мейлі ұйғыр мектебі болсын, мейлі өзбек мектебі болсын, мейлі тәжік мектебі болсын. Әрбір ұлт өзінің ана тілін білу керек. Ана тіл арқылы оның деңгейі кеңейеді. Ана тіл арқылы басқа тілдарды үйренуге мүмкіншілік болады. Біртұтас тәрбие бағдарламасына жалпы адамзаттық құндылықтарды беру, енгізу қанша жылда жүзеге асады деп ойлайсыз? Ол 20 жыл бола ма, 10 жыл бола ма? Осы бір ғана, осы 2024-23-те басталды, уже осы жылдан басталды. Қанша жыл керек болады деп ойлайсыз? Біртұтас бағдарламасында құндылықтарды балалардың бойына сіңіруге? Енді мынандай біртұтас тәрбие сияқты бағдарламалар әр жыл қабылданып жатады. Бір жылы бір нәрсеге басымдылық жасаса, екінші жылы орталық идеяда басқа нәрсені көреді, бірақ тәрбиенікі бәрінікі орталық идеясы бір ғой бәрібір. Ол жалпы адамзаттық құндылықтар, дәстүрлерді сақтау, өзіміздің жақсы дәстүрлерін, оларды дамыту әрмен қарай. Енді көп мектептерде де мен байқаймын. Бағдарлама сіздің қолыңызға түсті ма жоғарыдан? Бірінші мынандай сұрақ қою керек. Бұл бағдарлама неге қабылданды? Себебі не? Оның қоғамға қандай пайдасы бар? Пайдасы бар үшін қабылданды. Қай қоғамға қандай әсер жағын бұл жерде басым деп тұр. Екіншіден, балаға қандай әсер етеді? Оны әсер еткізу үшін ата-анамен қалай жұмыс істеу керек деген алдымен орталық идеясын табу керек. Мысалы, мен мұғалімдеріне ішкі оқыту кезінде, семинар кезінде, әрбір сабаққа кірген кезімізде біз мынаны талап етеміз. Сен бүгін осы тақырыппен дайындалдың. Оның орталық идеясы неге? Неге министрлік саған сол тақырыпты түсіріп отыр? Сен алдымен соны тап. Соның төңірегінде сен жұмыс істе деген идеяны біз постоянно тастаймыз. Бағдарламаның да сондай бір центральный идеясын тауып алса, соны бердің деген сөз, сен мемлекеттің жаңағы бағдарламаны орындауға, мемлекеттің тапсырысын орынданың деген сөз. Мысалы, біртұтас тәрбие бағдарламасы. Сіз байқаған боларсыз, мектептің IB-нікі миссиясы, мектептің құндылықтары жазылып тұр. Біз бүгінгі таңда әрбір мұғалім сабаққа кіргенде бізге айтты, біртұтас бағдарлама туралы айтыңдар. Жоқ, ол туралы айтпау керек. Біртұтас бағдарламасының ішінде мектептің қандай құндылығы бар? Сол құндылық туралы айт. Бірінші. Екінші, сол құндылықты жүзеге асыратын сенде қандай адами качество, сапа болу керек. Сенде қай сапа болу керек? Мысалы, білім құмар сапасы ма, принципиалдық сапа ма, қайсы? Қамқоршы сапа ма? Бізде 10 сапа бар. 10 сапаны әр күні 6 сабақ болса, 6 сабақта 6 түрлі неге сабақтың мазмұнына кіріктіріліп айтылып отырады. Сонда сабақтың басы неден бастау керек? Мектептің құндылықтарын, қоғамдық
құндылықтардан и сол құндылықтарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін адамның бойындағы сапаны әр уақытта айтып тұру керек. Сонда мен ойлаймын, идея жүзеге асады. Енді да сіз ана челлендждер деп тұрсыз, мектептен сырт жұмыстарда көмектеседі. Бірақ құндылықты қандай да бір қоғамға пайдасы бар құндылықты соны баланың есіне салу отыру керек и оған рефлексия ретінде қайтадан соны шығарып сыртына шығарып тұру керек. Менің ойымша сол. Енді бұйырса сіздер IB халықаралық стандартқа енгізесіздер. Құдай бұйырса да. Сіздерге консультанттар келіп жатыр. Ол кісілердің кеңестері қалай осы біртұтас тәрбие бағдарламасымен ұштаса ма? Ұштасады. Бірінші европалық бағдарламасын талап ететін стандарт деп бөлінеді. A стандарт, B стандарт деп стандарттар философия, миссия, құндылық болды. Яғни олардың миссиясы қандай? Неге қоғамға көмектесетін, қоғамды жақсарта алатын тұлға дайындау. Мысалы біз тарих дейміз, оларда тарих деп аталмайды. Оларда не бар? Тарих пен география пәндерін қосып, индивидиум және қоғам. Адам қоғам емес, индивидиум. Сонда неде осы IB-ның курстарында отырып бір нәрсені түсіндім. Бір адам, ол жердегі негізгі құндылық, бір адам қоғамды өзгерте алады деген. Сонда сіз де қоғамды өзгерте аласыз, мен де өзгерте аламын, мына отырған оқушыларды өзгерте алады деген негізгі идея мынау тарих пәнінде сол екен. Қандай да бір тұлғаны алу, ол қоғамға қалай әсер етті? Оның әсері қалай болды? Соны талдау, қорытынды жасау деген сияқты нелерге, құндылық нелерге, идеяларға басымдылық беру. Сондықтан біз әрбір тақырыпты, әрбір біз өзіміздің қимылын неге жасап жатырмыз? Ол қоғамға қалай әсер етеді? Оның қоғамға пайдасы бар ма? Деген сұрақты алдымен қойып алып, и оны оқушыларға да қоюды үйретуіміз керек. Мұғалімдер алдымен өзіне қою керек. Моментінде алып, сосын қайталау кезінде тез ұғып алған мүмкіндік бар да. Мен қазір мүмкін ұқпаған нәрселерімді қайтадан өтіп жатырмын да. Маған жаңалық ашқандай болып отыр. Сол үшін басынан бастап жақсы оқып түсіну керек барлығын. Түсінбей жаттап алғаннан оншама не жоқ. Сенде бар ма мысалы оқымайсың ба? Мысалы қайтадан оқитын болсаң? Енді жоқ па? Все, ұбытау сәттілік онда. 100-ден көп бала алыңдар. Мен осы Алматыда көп мектептерде боламын. Олардың инстаграмдарын, фейсбуктарын, әлеуметтік желілерінен қараймын. Көп мектептер біртұтас тәрбие деген кезде как флешмоб ретінде ойлайтын секілді менің ойымша. Неге? Өйткені как бір видеоға түсіреді, соны там бәрі бет-бет қол шапалақтайды, флешмоб, содан кейін бәрі тарқап кететін секілді. Челлендж сияқты. Да, челлендж секілді. Бірақ біртұтас тәрбиенің бағдарламасы бұл жалпы адамзаттық құндылықтарды беру, адамдарды бір-біріне бауырмашылыққа, достыққа итермелеу. Осы жерде сен де практикада жүрсіз біртұтас тәрбие бағдарламасында. Қандай құндылықтарды енгізуде қиындық болып жатыр? Жақсы жағын емес. Именно осындай құндылықтар бар. Соның ішіне мына құндылықтар сәл қиындау екен деген секілді енгізуде. Жоқ, енді бұл жерде қиындау деген біртұтас тәрбиеде қиындау еш нәрсе жоқ та. Ол тәрбиені жүйелеп, бұрыннан жасап жатқан жұмысты жүйелеп, бір жүйеге салды, біз соны жұмысты атқарып жатырмыз. Ол жерде мейірімділік бар, отаншылдық бар, кәсіби білім беру бар, бәрі бар ғой. Бірақ солардың ішінде ең бүгінгі жастардың ішінде қиын болып жатқаны ол мейірімділік. Мысалы, сіз оқыған кезде, мен оқыған мектепте оқыған кезде, білмеймін, біздің жасымыздағы, сіздің жасыңыздағы адам мейірімді да. Ал балаларда қазір өсіп жатқан осы оқушыларда, мысалы 8-де, 9, 7-де, 4-ші сыныпта болсын, балаларда қатыгездік бар да. Издеваться ету дейміз ғой, біреуді буллинг жасау, балағаттау, оларды сондай өзін қатыгездік бар да. Енді бүгінгі кезде жастарға мейірімділік керек. Оған біз өзіміз үлгі болуымыз керек та.
сосын олармен атқаратын жұмыстарымыздың бәрі көпшілігі сол мейірімділікке Мгм. қарау керек. Сол үшін ол жерде еріктілер, Мгм. мектептің ішінде еріктілер бар. Олар табиғатты қорғау, болмаса көмектесу ардагерлерге барамыз. Мысалы балалармен ондай жұмыстар атқарылады. Енді оның бәрі сіз айтып жатсыз челлендж сияқты, не сияқты жоспар ғой. Әрбір жоспарда бізге белгіленген. Мына айда мынаны істейміз, мына айда мынаны істейміз. Сол үшін біз есебіміз ретінде жұмысты жасадық деп оны шығарып, біз де өзіміз жұмысымызды көрсеткіміз келеді ғой. Сол үшін ол сіздерге как челлендж сияқты білінуі мүмкін. Бірақ мысалы бүгін осы мына 8 наурызға қарай бәріміз әйелдер қыздардың мерекесін өткізуіміз керек, қыздарға құрмет, сондай тақырыптар болу керек. Бүкіл мектеп өткізеді, ол как челлендж сияқты білініп қалады да. Бірақ бұл біртұтас тәрбиенің қиын жоспар деп айта алмаймын, бағдарлама деп айта алмаймын. Бірақ көп жұмыс ішінде атқарылады. Сосын бұрын мысалы біз мектепте оқығанда сынып жетекші, мысалы менің де қызметтік жолымда көп уақыттарда сынып жетекші директордың тәрбие істері бойынша орынбасары оқушылардың тәрбиесіне жауап беретін. Ал қазір бүкіл мұғалім, бүкіл пән бойынша мұғалімдер жауап береді. Сабағының да ол тәрбиеге бағытталу керек. Өткен сабақ тақырыптан ол өмірмен байланыстыру керек. Оның өміріне қалай пайдасы бар. Ұштастыру керек. Ол да баланы тәрбиелеу есептеледі. Келешекке тәрбиелеу есептеледі. Кең мағынада алынған бағдарлама. Ең соңғы сұрақ, мен сіздердің мектептің фейсбугін өте жақсы бақылаймын, көрем. Оқушылар, мектеп оқушылары осы Алматы қаласындағы Құдыс Қожамияров атындағы ұйғыр музыкалық комедия театрында көп спектакльге барып тамашалайды екен. Біз жаңа актив залда көрдік, өте жақсы іс-шара болды. Актив залдың өзі де толыққанды жабдықталған. Даже мен Құдыс Қожамияров атындағы музыкалық комедия театрының қойылым болатын жерде ондай сонымен пара-пар десем де болады. Мен сұрағым, сол театрмен сіздерде қарым-қатынас бар да, әріптестік те. Болашақта сол театрмен тәрбие мақсатында бір спектакль ма, қойылым ба қою жоспарда бар ма? Біріншіден біздің әлеуметтік желіге қызыққаныңыз мен өте қарап танысқаныңыз өте қуанышты. Бұл хабар мен үшін, себебі ол жерде біз мектептің өмірін көрсетуге тырысамыз. Енді біз тек қана ұйғыр театры емес, Құдыс Қожамияров атындағы басқа театрлармен де әріптес, былай спектакльдеріне барамыз, балалар көреді, балалар театрлары бар, бәріне балаларды апаруға, себебі ол да тәрбие ғой. Баланың рухани өсуі, оның көп мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу бұл жерде орын алған. Бірақ өзіміздің ұйғыр музыкальный комедия театрымен байланысымыз де тығыз. Олардың әртүрлі қойылымдарына балаларды апарамыз. Біздің мектепте де балалар өте талантты. Өзіңіз де көрдіңіз, өте талантты. Ол музыкалық жағынан болсын, саз жағынан болсын, музыка аспаптар жағынан болсын, талантты балалар. Бізде де театрлар бар, мектепшілік. Ол жерге де балалардың бүкіл нелерін қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде, орыс, ұйғыр тілінде де қойылымдарды алып шығады. Мысалы біз кітап оқу бойынша бір әдеби шығарманы оқитын болсақ, оны сахнаға шығарамыз қойылым ретінде балалармен бірге. Сол кезде балалардың қабілетін көріп, талантты балалар көп деп баға береміз. Бұл жақсы идея сіздің айтып отырғаныңыз. Ұйғыр театрымен бірге жобаларға бола ма деп. Осы уақытқа дейін болған ондай жобалар. Біздің бір-екі оқушымыз оларға барып сол театрда шыққан. Олардың актерлары бізге келіп мастер-класс, шебер класстар өткізген кездері болған. Енді келешекте бірақ жоспарымызда бар тағы. Сондай үлкен спектакльдерді, не болмаса қойылымдарды тағы шығару жоспарымызда бар. Бүгінгі кезде біз олармен меморандум жасап, сол жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлаймыз енді. Шақырамыз, Құдай қаласа сіздерді. Бұйырса. Көп мектептерге барам, болдым. Оларда да осындай конференц-залдар бар, бірақ толыққанды функционалды конференц-зал деп айта алмаймыз. Мысалы, сіздің мектептегі конференц-залға келсем, менің есіме Ақордадағы парламенттегі мәжіліс жиындары есіме түседі. Қазір сіздердің конференц-залдарыңыз толыққанды жабдықталған десем де болатын секілді, потому что көптеген шараларға қатысып жүрдім да, халықаралық семинарлар болып жүрді. Осы семинарлар болып жүргенде келген қонақтар
реакциялармен бөліседі, сондай реакцияларды айта аласыз ба? Келген қонақтар осы конференц-залды көріп қандай комментарий айтып жатыр? Дұрыс та бізде де мен айттым ғой баяғыда біз мектептің базасында 60-ға жақын халықаралық республикалық семинарлар болды. Қалалық айтпағанда, аудандық айтпағанда келген адам бірден келіп ва дейді. Ва, конечно, здесь можно работать, мына жерде жұмыс істеуге болады екен ғой дейді. Бірақ та бұл конференц-зал былай айтқанда сол мен бизнестен қайтып келгеннен кейін сол жерде мен мектепке енгізген бір менің ноу-хауым болады да. Сол кезде тағы бір бизнесмен келіп, мен мектепке бір көмектессем, жасап берсек деп, сол кезде сіздің фермасын тауып, сіздің ферма арқылы осы конференц-системаны сол бизнесмендер мектепке жасап берген. Содан кейін біз тағы анау поэтапно дегендей, содан кейін біз ана жерге интерактивный панель қойдық, ана жерге қосымша компьютерлар алдық. Бүгінгі күнде мына біздің конференц-залымыз заманға талапқа лайық жақсы конференц-зал. Бұл жерде біздің жиналыстар болады, бұл жерде бізде сабақтар болады, бізде өз научный проекттер болады. Мына жердің өзінде көптеген кездесулер өтіп жатыр. Мына өзінің функционалдық несіне мектептің дамуы үшін көптеген жағдай жасалды да. Мына мектептің дамуға көптеген мүмкіншіліктерін берді. Мынаған қарап встречает по девочке, провожает по уму дегенде, мынаны көргеннен кейін көзқарас та басқаша болады екен да. Сол. Даже осы жерде сабақта өтеді. Сабақта өтеді. Қосымша сабақтар ететін тесттарын аламыз мына жерде. Сабақтар өтеміз. Қазір өзіңіз көрдіңіз, балдар мына жерде сабақта болған информатика сабағы. Одан бөлек менің білуімше мектептің кабинеттері 100%-ке интерактивті панельдермен жабдықталған. Бұл мұғалімдердің цифрлық сауаттылығын, функционалдық сауаттылығын арттырар сөзі анық. Неге десеміз, өйткені интерактивті панельмен жұмыс жасаған мұғалім күнде презентация жасау керек, күнде балаларға ресурстарды, платформаларды дайындап отыру керек. Қаншалықты 100% интерактивті панельмен класстармен жабдықтаған кезде мұғалімдердің деңгейі, функционалдық деңгейі, цифрлық сауаттылық деңгейі артты. Бірінші панель алған кезде бұрын бізде интерактивный тақталар болатын. Ол интерактивный тақталар өзінің жұмыс істеуді қиын, оның 100% нені мұғалімдер оны үйреніп боламады десек те болады да. Бұлай как демонстрационный центр сияқты болып қалды. Мына панельдер дүниеге келгеннен кейін панельдерге қарасақ, бұл деген заманауи, пайдалану жеңіл. Қазір мұнаған айтқанда заманауи айфондар ұстаған адамдарға бұл как раз сәйкес келеді екен да. Бұның қосымша бұның білімді керегі жоқ. Неге деген бұл заманауи технологияның өзінде анау сен соткамен, сотовый телефонмен қалай жұмыс істеп жатқан болсаң, мына функция осы жерде бар. Сол мұғалімдерге біз жеңілдік жасап бердік. Оқушыларға да жеңілдік. Бүгінгі күнде біз осы интерактивный панельдерін салғаннан кейін, қойғаннан кейін класс сыныптарға балдарының оқуға болған қызығуы да көтерілді. Бізде қазір 100%, дұрыс айтасыз, 138 кабинет бар. 38 кабинеттің барлығы да диагональ 86-шы панельдер тұр. Өте жақсы, өзін жақсы көрсетіп жатыр. Сол панельдің ішінде программалар бар. Программасы ол как не сияқты болып қалады. Оның ішінде программалар, сол заманауи керек материалдар, соның ішінде барлығы бар. Бүгінгі бұл айтқанда тарихшы мұғалімдеріміз карта көтермейді. Оның ішінде барлық мынаның ішінде бар. Шавкат Нияж, бүгінгі интервьюіңізға, берген сұхбатыңызға көп рахмет. Отбасыңызға амандық, өзіңізге денсаулық тілейміз. Ең соңғы сұрақ сізге жас мамандарға, соның ішінде жас педагогтарға қандай кеңес бере аласыз? Кеңес дегенде жас маман бірінші өзінің жұмысын жақсы көру керек. Балдарын жақсы көру керек. Ол нағыз педагог болу керек та. Педагог саласынан келген адам. Медицина саласы бар адам нағыз доктор болу керек. Өзінің жұмысын жақсы көрген адам, ол біріншіден жұмыс істемейді, ол рахаттанады. Кім Рокфеллер айтқан ба, я никогда не работал, всегда получал удовольствие от своей работы деген ба? Сол сияқты өзінің жұмысын рахаттану керек. Сол кезде оның жұмысы да көрінеді.
өзі де анау шаршамайды. Сен мен айтқан бұл жастарға айтқан болар едім, өзінің жақсы көрген маманыңмен жұмыс істе. Мұғалім болсаң, сен нағыз мұғалім болып, балаларға жақсы тәрбие бер, балаларын жақсы көр. Ең бақытты адам бүгінгі күнде кім дегенде өзінің ұрпағына білім берген адам ең бақытты. Ұрпаққа тәрбие беріп, ұрпағын тәрбиелеп, ұрпаққа білім берген артық бақыт бар ма? Сол деңгейге егер біздің философиямыз, біздің ой пікіріміз жете аласа, біздің білім саласының дамуы жоғары дәрежеге шығады. Сол үшін бүгінгі күнде мұғалімдарға мен только алға қарап, бүгінгі күнде Құдайға шүкір біздің елімізде білім алуға, білім беруге барлық жағдай жасалған. Заманауи мектептер салынып жатыр қазір. Анау заманауи технологиялар дамып жатыр. Бүгінгі күнде анау комфортный школа дейміз, комфортный мектептер салынып жатыр. Барлық жағдай жасалып жатыр. Анау заңда шықты мұғалім мәртебесі туралы. Одан артық не керек? Только істеу керек, еліміз дамуы керек, еліміздің дамуына біз барлық азаматтар үлесімізді қосуымыз керек. Оның ішінде ең көп үлес қосатын бұл мұғалімдер. Мұғалімдер келешек біздің ұрпағымызды, елімізді, біздің былай айтқанда барлық граждандарын тәрбиелеп жатыр. Біз мұғалім қалай тәрбиелесек, біздің қоғам солай болады. Мектеп дамитын болса, қоғам да дамиды. Мектеп түсетін болса, қоғам да түседі. Сол барлық президент мектептен шыққан, премьер-министр мектептен шыққан, барлық адамдар мектептен шыққан. Сол мектептердің дамуы біздің еліміздің дамуымен бірге болу керек. Сол үшін мектепті сүйетін, мектепті жақсы көретін, балдарын жақсы көретін адамдар келу керек. Сол ең сауапты, ең жақсы жұмыстарының мен ойлаймын, кәсібі осы мұғалімдік кәсіп. Жастардың мұғалімдік кәсібін қалаған болар едім. Неге дегенде, Құран түскен кезде бірінші сүре сол болған ғой, оқы, және оқы. Оны Ленин айтпаған, оны Құранда болған.